Ахмет Байтұрсынұлы. Қырық мысал. Қарға мен түлкі. Бір түйір ірімшікті тауып алып, ағашқа қарға қонды ұшып барып. Тоқсанып ірімшікті көңіліне жеп қоймай отыр еді ойға қалып. Қашаннан белгілі аңқау ала қарға нәсіпке бұйырмаған шара бар ма? Шығатын шығасыға себеп болып, ағашты түлкі залым аралар ма? Істеген ірімшігін түлкі көріп, аяғын ептеп басып жақын келіп, деді, көретінде күн бар екен. Жүрушем сырттан асық болып өліп. Тамаша қарағанға түрін қандай, мынау көз, мынау мойын, мұрын қандай. Гауһардай қанаттарың жарқырайды, келісті қалай біткен және маңдай. Көркемдік сипатыңнан табылғанда, даусыңда болса керек шырын балдай. Көптен ақ дыбысыңды естісем де, болған соң келе алмадым жерім шалғай. Сен іздеп келіп тұрмын алыс жерден, сұлу деп мақтаған соң әркім көрген. Халық айтса қалып айтпайды деген рас. Арман жоқ жанда сені көріп өлген. Көркіңді бітір алман жазып қатқа, я сөйлеп жеткіз алман айтып жатқа. Мен қайран, неғып патша қоймаған деп, даусың да сипатыңдай болған шақта. Нұрыңды күн секілді көріп тұрмын, шыдамай бойым балқып, еріп тұрмын. Даусыңды тым болмаса бір шығаршы, естуге құмар болып өліп тұрмын. Мәз болып мақтағанға насаттанып, қайтпасын деп ойлады сағысынып. Алыстан арбашы біздек келген байқұстың кетсін деді көңілі тынып. Өтірік мақтағанға қарға еріп, қарқ етті пәрменінше жағын керіп. Ірімшік қарқ еткенде жерге түсіп, жеп алып түлкі кетті жортып желіп. Жұрт едік аңқау өскен қазақ болып, далада кең сахара көшіп қонып, алдаған залымдардың тілін еріп, жүрмесек жарар еді мазақ болып.